Жамбыл облысында сүйген қызын күштеп қалыңдық етпек болған жігіт тұтқындалды. 30 жастағы азамат өзі ұнататын бойжеткенге үйленейік деп ұсыныс жасаған. Бірақ 20 жастағы бұрымды тұрмысқа шығудан бас тартыпты. Ал соған қатты ашуланған жігіт қыздың жұмысына басып кіріп шу шығарған. Бір бетке жігіттің бұл әрекетін әлдекім телефонына түсіріп алып, әлеуметтік желіге салып жіберген. Онда ашуға булыққан азаматтың есікті бұзып кірмек болғанын байқауға болады. Сұлулық салонының басына көтерген күдіктіден Альбинаны әріптестері арашалап қалмақ болыпты. Бірақ қолында суық қару бар қыз бар жігіт дауға араласқан азаматтардың біріне пышақ сұғып алған. Шу шыққан жерге жедел жеткен полицейлер ашулы серіні сабасына түсірген. Ал жарақат алған азамат ауруханаға жеткізіліпті. Қазір бұл іске қатысты сот алды тергеп тексеру амалдары басталған. Ол бұл әрекет үшін 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Күдікті кінәсін қазіртінде толықтай мойындады. Оған күзетпен ұстау, бұлтартпау шарасы тағайындалды. Қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігі 2 тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды.